Nagaşı eke! Nagaşım kayda? Nagaşımdı gördünüz mü? Direktörün mü? Ya, direktör kayda. Ben jüriydi o da. Nagaşım uymayın, nagaşım. Ne oldu? Ne oldu? Tekstiriv geldi, tekstiriv. Nagaşımın üstüne tekstiriv geldi. Nagaşı! Ayttım koy, ayttım ba. Keledi dep bir günü. Keldi al. Jabık jinalısı boп atыр eken. Bilim bölümünden gelgen koy. Ең төмен мектеп біздің мектеп бопты. Анау директорымыздың басы салбырап, ек алған бала ұқсап тұр. Ай тілі бар. Ят жоқ қой біздің директорда. Біздің директорда. Әнен географиядан сабақ беретін Орынкүл деген келіншек бар емес пе? Со сөйлеп атырай. Мына тыңдаңдаршы. Мектепте оқушылардан ақша жиюды доғару керек. Дереу бірдеңе болса болды, біздің оқушылардан ақша жиналады. Kitapқа ақша алатында оқушылар, концертке билет алатында осы оқушылар. Дұрыс айтады. Аршетін тыңдасаң ұят енді аршетінде. Әне айттым ғой мен сіздерге, келет. Бұндайлардың өмірі қысқа болады. Ана жиенінің тұрсын қара жылап. Ай, ана физика математикадан береді, ана Марат сөйлеп атырайын, Марат. Мәкең сөзін тыңдайықшы. Кәне? Fizika, matematika, geometri pәндері кім болса сол бере беретін оңай сабақ емес. Дұрыс. Екіге екіні қоса алмайтын анау жиеніңді сол пәнден сабақ беретін болып қойыпсың. Керек болса ол жиенің анау дене шынықтыру сабағында дұрыстап бере алмайды. Онда ақырмайды. Екіге екіні қоса алмайтын адам қалай сабақ береді? Мектептегі ана бүкіл допты, ракеткаларды, құрал жабдықтарды үйлеріне тасып кеткесіңдер, оңбағандар. Ойбай, аршет жаман. Анау Ақмарал деген бір қыз бар еді ғой. Ай, сол өте білімді қыз еді, сол сөйлеп атыр. Масқара. Тыңдайықшы кәне. Ұстаздық ету еріккеннің шаруасы емес. Неге мектебімізге Қараев, Жанпейісовалардың әдістемелерін қолданбаймыз? Неге ресейлік Манаховтың тех картасын пайдаланбаймыз? Бабаларымыздың бала тәрбиесіндегі мақал мәтелдерін, Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Ыбырай, Абай секілді ғұламаларымыздың ұрпақ, болашақ жөнінде айтқан сөздерін жазып қоймаймыз. Шәкірттеріміздің санасына осындай ұлағатты сөздерді сіңдіре, түсіндіре білуіміз керек. Ұрпақ тәрбиесімен ойнауға болмайды. Дұрыс айтады. Ойбай, болды. Әнеке, айттым ғой әнеке. Ойымна жиналысты бітірді ғой, біздің директорды орнынан алдай. Сонда да қоймайды ана бірдеген айтып атыр. Ұятсыз. Айттым мені, Ақмаралды директор қылды. Мені келе жатыр бастар салбырап. Мені. Мына бәл жүр ғой. Ойбай, арыз жасам деп кетіп бәді. Әй, сендерге болмайды сендерді. Айтып отырым ғой біздің. Құтты болсын. Мен сендерге айттым, Марат. Кезінде айттым, құтты болсын ал. Директор болғаныңыз құтты болсын. Мына жаңа мұғалімдеріңізге, жаңа ұжымыңызға бір ұстаздарға деген бір тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Кәнеке. Құрметті әріптестер, қадірменді, ұлағатты ұстаздар, сіздер қызмет ететін мына мектеп өте қасиетті мекеме. Бұл мектеп білімнің бесігі. Мектеп даналықтың, ақыл-ой парасаттың, тәрбиенің, әдептіліктің ұясы. Балаларымыз, балапандарымыз ұяда не көрсе ұшқанда соны лет. Сондықтан біз мектебімізді өнегенің ордасы деп білейік. Олай болса, қасиетті ордаға біліміне мәдениеті сай, өнеріне өнегесі сай, жан жақты кәсіби маман ғана лайық. Ұстаздар мәңгі жасасын.